Марио қонжық және оның достары. Бір күні қонжық Марио балалар алаңшасында достарымен футбол ойнап жатады. Бұл кезде олардың аналары ойын алаңының шетіндегі орындықта әңгімелесіп отырған. Ойын қызып жатқанымен Марио қонжық достарын бірде итеріп, бірде құлатып кете береді. Достарына Марионың ойыны ұнамайды. Осыдан кейін олар қонжықпен ойнамайтын болды. Ал қонжық болса, достарының неге ойнамай қойғанын түсінбейді. Ренжіп, көңіл күйі болмайды. Анашым, неге басқа балалар менімен ойнамайды? Деп сұрайды Марио қонжық. Қонжықтың анасы. Балам, сен доп ойнап, жүгіріп бара жатқанда, түлкішек Мила мен Аян қоян сені итеріп, құлатып кетсе, өзіңді қалай сезінер едің? Дейді. Маған ұнамас еді, ондайды қаламаймын. Деп жауап беріпті Марио қонжық. Я, басқа балаларға да ұнамайды. Егер де сені біреу итеріп жіберсе, құлап, аяғыңды жарақаттап алуы мүмкін ғой. Деп анасы ақылын айтады. Қонжық Марио өз қатесін түсінді. Достарынан кешірім сұрап татуласады. Қайтадан олармен бірге ойнайды. Осыдан кейін Марио ешкімге тиіспей, ешкімді итермей ойнайтын болды. Бұлай ойнау көңілдірек көрінді.